Сәлеметсіңдер ме балалар? 61-ші сабақ ғ дыбысымен әрпін жалғастырамыз. Ең алдымен каналға жазылып алыңдар. Сонымен бізге берілген бірінші тапсырма қарамен жазылған сөздерді тұтастай және буынға бөліп оқу керек. Бірінші: қоға, тоған, баға, балға, ғалым, ғалам. Тура осылай қалғандарын да оқимыз. Және осы сөздерде ғ дыбысы қай жерлерде кездесіп тұр? Ғ дыбысы сөздің басында, ортасында кездесіп тұр. Ғ дыбысы бізде дауыссыз дыбыс. Келесі: ойлан, не байқадың? Сөздерге назар аударайық және ортада тұрған әріпке қарайық. Бұл жерде ы дыбысы тұр. Ы дыбысы бұл дауысты дыбыс. Дауысты дыбысымызды сөздің соңына қойғанда сөзіміз қалай өзгереді екен? Бірге оқиық. Тарақ, тарағы, тауық, тауығы, моншақ, моншағы. Келесі тапсырма: бізде орны ауыстырылып берілген сөздер берілген екен. Сол сөздерден біз сөйлем құраймыз. Бірінші: талғат шаңғы алды. Екінші сөйлем: ағам шалғы тартты. Міне осындай сөйлемдер құралады екен балалар. Бұл жерде ғ дыбысы кездесіп тұрған сөздер шалғы және шаңғы сөздерінде ғ дыбысы кездесіп тұр екен. Жақсы балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Бізде сөйлемдердің орындары ауыстырылып берілген. Сол сөйлемдерді дұрыс құраймыз. Қарлығаш құс, қарлығаш адамға дос. Ол туралы аңыздар бар. Келесі тапсырма: бізге буындар берілген. Осы буындардан сөздер құраймыз. Соғым, сағым, сағыз, тоғыз, тоғай және торғай сөздерін құрауға болады екен балалар. Сызба нұсқаға бір сөзді қойып, дыбыстық талдау жасап, буынға бөліңдер. Соғым. Соғым сөзі екі буынды сөз екен. Сонымен балалар, соңғы тапсырма: ғарышкер ғарышқа ұшты деген сөйлемді дәптерімізге жазып аламыз және буынға бөліп оқимыз.